Саламатсыздар ма? Біз бүгін осындай кукурузная каша, рисовая каша, овсяная кашалардан печень жасап көрсететін боламыз. Бізге керек 2 жұмыртқа, овсяная каша, кукурузная кашадан, рисовая кашаның әрқайсынан 100 граммнан, сосын сары май 30 грамм, какао 2 ас қасық, 1 ас қасық разрыхитель және 1 ас қасық бал керек болады. Бірінші біз 2 жұмыртқамызды ыдысымызға салып, сосын бөлме температурасына сары май және 1 ас қасық балымызды салып, блендердің көмегімен жақсылап араластырып шығамыз. Біркелкі етіп араластырып болған соң, кезек-кезек осы каша ұнтақтарын салып, сосын какао ұнтағын және разрыхительді салып, қасықтың көмегімен біркелкі етіп араластырып, қамыр болғанша илеп шығамыз. Бұл печенье ПП печеньелерінен жатады, себебі бұл ұнсыз, қантсыз жасалатын печенье. Егер балаларыңыз осындай кашалар жемейтін болатын болса, осындай тәсілмен печенье жасап берсеңіз, балаларыңыз жеп қоятын болады. Өте дәмді болып шығады. Сосын осындай печенье жасап шығамыз. Сосын 180 градусқа 20 минутқа қойып пісіріп аламыз. Міне біздің печеньеміз дайын болды. Ыстық күйінде жесе де, және салқын күйінде жесе де дәмді болып шығады. Міне осындай болып шықты, әдемі, дәмді, пайдалы печенье. Ас болсын, дайындап көріңіздер. Сау болыңыздар.